Сәлем достар, Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы Ералы Жұмаханбетов өзінің парақшасында Шымкентте тергеу кезінде қайтыс болған жігіттің оқиғасы бойынша мәлімдеме жасады. Ағымдағы жылдың 8 желтоқсанында Шымкент қаласында автокөлік құралдарын ұрлады деген күдікпен бұрын-соңды мүліктік қылмыс пен қарақшылық үшін сотталған Қостанай облысының 2 тұрғыны ұсталды. Ұсталғандардың автокөлігінен көліктерді ашуға арналған техникалық құралдар, радиостанциялар, маңдай шамдар мен қолғаптар табылып тәркіленді. Ұстау және жеткізу кезінде полиция қызметкерлерімен дене күші қолданылған. Олардың біреуі ғимаратта өзін нашар сезініп, жедел жәрдем келген уақытта медицина қызметкерлерімен оның қайтыс болғаны анықталды. Полицияның лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істер қозғалды. Оларды объективтілік мақсатында арнайы прокурорлар департаменті тергеуде. Осы факті бойынша жүргізілген қызметтік тергеумен ұстауға қатысқан қызметкерлер және олардың іс-әрекеттеріне бақылауды қамтамасыз етпеген басшылары ішкі істер органдарынан шығарылды. Сонымен қатар, олардың қылмыстық істі тергеу шеңберіндегі іс-әрекеттеріне құқықтық баға берілетін болады. Төтенше оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін Шымкент қаласына Ішкі істер министрлігінен министрдің орынбасары бастаған комиссия келді, деді Ералы Жұмаханбетов.